достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмдәрі сырты қытырлақ болып шығатын донер дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Бұл донерді бір рет жасап дәмін татып көрсеңіздер, енді қайтып сырттан донер алмайтын боласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз бастаймыз. Қызып тұрған майымызға салонка етіп туралған тауық еттерін көріп алатын боламыз. Енді осының бетін қақпақпен жауып 5 минутқа қойып қоятын боламыз. Енді осыған бір ас қасық соевый соусымызды құйып жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, біздің тауық етімізге соевый соусымызды құйдық, және де дәмін келтіру үшін тұзымызды, қарабаш, қызылбұрышымызды салып, жақсылап араластырып алдық. Енді осыны қақпағының бетін жауып 10 минутқа суы тартылғанша қойып қоятын боламыз. Газымыздың астын жай баяулатамыз. Мінекей, біздің тауық еттеріміз қып-қызыл болып толық пісті. Донерге менің фрилерім де дайын. Алдын ала пісіріп алған болатынмын. Фрилердің жасалу жолы менің алдыңғы видеомда тұр. Енді Қияр мен қызанақты жіңішке солонка етіп турап алатын боламыз. Мінекей, донерімізге қосатын барлық заттары дайын. Енді донерімізді жасап бастаймыз. Ол үшін ең алдымен осындай лавашымызды аламыз. Ең бірінші кетчупымызды саламыз. Одан кейін майонезімізді жағамыз. Одан кейін барып фреймізді саламыз. Осының бетіне тағы да майонезімізді жағамыз. Кетчупымызды жағамыз. Енді тауық еттерін саламыз. Тағы да кетчупымызды осылай қайталап жағып тұрамыз. Сол кезде сол ішіне әрі дәмді болып шығады. Енді помидорымызды саламыз. Қиярымызды саламыз. Енді осының бетіне тағы да ең артынан майонезімізді, кетчупымызды құйып шығамыз. Енді осыны орайтын боламыз. Ең алдымен осылай шетін қайырып, жақсылап қайырып алыңыздар, себебі ашылып кетуі мүмкін. Мінекей, мен донерлердің барлығын жинап алдым осылай. Енді осыны қысып тұрған табаға осындай донерді ораған жеріміз ашық тұрған жерін біріктіріп алатын боламыз. Осындай қызып тұрған табамызға донерімізді салып алатын боламыз. Бұл не үшін? Бұл донерімізді жинаған кезде ең шеткі жері ашық қалған болатын, сол жерді бір-біріне біріктіреді және сыртын қытырлақ етіп шығарады. Мінекей, донеріміздің екінші бетіне аудардық, ең шеткі жері бір-біріне жабысты. Бұл жеуге өте ыңғайлы әрі қытырлақ болып шығады. Мінекей достар, біздің донерлеріміз дайын. Мен сіздерге ортасын көрсету үшін әдейі кесіп дайындап қойдым. Қарасаңыздар, өте сочный болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.